Сәлеметсіздер ме көрермендер, мүмін мұсылмандар. Бүгінгі жаңа бейне ролигімізде біз сіздермен 7 қалиманы айтуды үйренеміз. Кім осы 7 сөзді жаттаса, сол адам Алланың алдында биік болады. Алла күнәләрін кешіреді. Күнәлары теңіздің көбігіндей болса да кешіреді. Ол сағат бағытын табады. Өмір мен өлім жақсы жағдайда болады. Ал бұл қандай сөздер? Әрине олар бір сөзден тұратын өте оңай сөздер. Біріншісі, әрбір істі бісміллә мен бастау, яғни тамақ ішер алдында болсын, кез келген істі бастамас бұрын әр істі бісмілләх рахман рахим немесе бісміллә деп бастау керек. Әлде киім кию бола ма, немесе үйден шығу ма, немесе бір бөлмеге кіру керек пе, барлық ісімізде бісмілләх десек, Алла тағаланың назарында екенімізді білдіреді. Мәртебеміз ұлық, Алла тағала күнәларымызды кешіреді. Екінші қалима, барлығын істегеннен кейін альхамдулиллах деп айт. Демек, бір істі жасар алдында бісмілләх десек, оны істеп болған соң альхамдулиллах деп айту Аллаға шүкіршілік ету дегенді білдіреді. Бір істі аяқтаған сайын Аллаға шүкіршілік ету керек. Сондай-ақ альхамдулиллах деп айту керек. Бұл да соған байланысты сөздерден Құдайға және осы сөзі өз тілінен үнемі айтатын адамға өте қымбат. Алла тағала жоғары дәрежелер береді. Үшіншісі, егер біздің тілімізге жаман сөздер келген кезде біз астағфируллах деу керек. Жаман сөзді айтқан кезімізде біз кейде шіркін жүйкеміз тозған кезде лас сөздерді айтып қалуымыз мүмкін. Сол кезде біз астағфируллах деп айту керек. Яғни күнә жасасақ, Құдайдан кешірім сұрауымыз, міндетті түрде кешірім сұрауымыз керек. Ол жаман сөз айтқан кезімізде біз астағфируллах деп, сондай жаман сөздерден біз бойымызды аулақ ұстауымыз керек. Бұл сөзсіз Алланың ең сүйікті сөздердің бірі. Өйткені бұл сөзді айтқан адам Алланың алдында құрметке ие болып, күнәлары кешіріліп, өмірі мен өлімі жақсы жаққа өзгереді. Жаман сөз айтқан кезде астағфируллах деп өзімізді тыйым жасап, Алла тағаладан кешірім сұрауымыз керек. Төртінші қалима, егерде ертең бір нәрсе жазаймын деп жоспарласа, сонда ол иншаалла десе, көбіміз иншалла деп жоспарлаймыз. Ертең мен мұны істеймін деп жоспарлаймыз. Немесе осыларды келер жыл жасаймыз дейміз, бірақ иншалла, Алла қаласа деген сөзді ұмытпауымыз керек. Қолымыздан келгенше, келесі күн жасағымыз келген әрбір ісімізге иншалла сөзін қоссақ, Алла тағала біздің мәртебемізді биік етіп, қалаған істерімізді нәсіп етеді. Бесіншісі, сырттан бір жаман нәрсе тап болсаңыз, мысалы, сіз көлік жүргізіп келе жатсыз. Сіз жол ережесін бұзған жоқсыз. Бірақ айналадағылар сізді ережені бұзып, сізге кедергі келтіруі мүмкін. Ондай жағдайларда, осындай қауіпті жағдайлардан аулақ болу керек. Не айтуымыз керек? Аллахтан күшті ешкім жоқ. Ал бізге бір жамандық келсе, оны қайтаратын да Алла тағала. Бізді мұндай пәлекеттер мен қауіптерден еш нәрсе сақтай алмайды. Сондықтан бұл сөзді есте сақтауымыз керек. Алтыншысы, азды көпті болсын, өзіне және мал мүлкіне бір жамандық келсе, инна лиллахи және инна илайхи раджун дейді. Ендеше бұл сөзді міндетті түрде жаттап алғаныңыз жөн. Өйткені басымызға бір жамандық түссе, арамыздан біреу өмірден өтсе, міндетті түрде инна лиллахи және инна илайхи раджун деп айтқанымызды көбіміз білеміз. Өзімізге қайтамыз және айтамыз. Бұл жақсы, бірақ бұл сөзді біреу өлгенде ғана қолданбаймыз. Сондай-ақ
кішігірім апаттарда, мысалы жолда келе жатып тасқа шалынып қалдық, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп айту керек. Немесе бір мүшеміз мүгедек болып қалды, тіпті бір мүшеңе тікен кіріп кеткен жағдайда да инна лиллахи және инна илайхи раджиун десек, міндетті түрде Алла тағаланың алдында боламыз. Біздің мәртебеміз биік болады, Алла бізді қорғайды, мансабымыз мықты болады және Алла тағала жағдайымызды түзейді. Осы сөзді жаттап алғанымыз жақсы. Ең соңғы 7-шісі. Ал ла илляхи иллаллах сөзін тілде күнде күні түні болмаса, бұл сөз кез келген жағдайда қолданылады. Біз бұл сөздерді күні түні айтуымыз керек, өйткені бұл сөз ең ұлы сөздердің бірі. Бұл қалима таухидтың қалимасы, ла илляхи иллаллах, Аллахтан басқа тәңір жоқ. Алла тағала бұл қалиманы жақсы көреді және бұл қалиманы әр минут сайын тілінен түсірмей айтатын құлдар әр тыныс алғанда Алла тағала оны жақсы көреді. Ол құл да Құдай алдындағы дәрежеміз бен мәртебеміз арқылы. Ол дәріптеліп өміріміз қалпына келеді, күнәларымыз кешіріледі, сағаттың саулығын табамыз. Осы 7 сөзді әрқашан есте сақтаңыздар. Мүмкіндігінше осы сөздерді қағазға түсіріп, үнемі есте сақтап жүріңіздер. Осы сөздерді жаттап алып, жоғарыда айтылған жағдайларға осы сөздерді айтыңыз. Өміріңіз жақсы, берекелері болары сөзсіз. Алла тағала баршамызға осы ұлы зікірлерді нәсіп етсін. Алла тағала жастық шағымызға, Алла тағала ең сүйікті және сүйікті калималарды қайталау арқылы жастарымызды нәсіп етсін.